Мен сол кезде өзімді басқара алмай қаламын. Өз тіліңізге абай болыңыз. Өзіңіз туралы, өзіңіздің қандай да бір сезімдеріңіз туралы. Жаңа клиентпен сөйлесіп отырмын да, көбінесе мынау шашыраңқы, ойлары шашыраңқы, психологқа жүгінетін адамдардың көбісінде тревожность болады, иә? Қандай да бір өзінің сынағына қатысты. И жаңағы кісіде де тревожность, и көбінесе аузынан шығатын сөзі өзі туралы. Мен сол кезде өзімді басқара алмай қаламын. Негізі мен байқаймын осы сөздерді біраз адамдардан. Мен өзімді басқара алмай қаламын, сол кезде мен бүйте алмай қаламын, сол кезде мен сөйте алмай қаламын деген тәрізді. Сізге де жақын шығар. Бұл как раз таки сіздің өзіңіз туралы ойыңыз. Что сіз өзіңізді өзіңіз басқармайсыз, сіз ойыңызды жаңағыдай мен саналы тұрғыда бір әрекеттен екінші әрекетке көшу үшін бұл да бір определенный жұмысты талап етеді. Соны саналы тұрғыда жасау керек деген кезде сол кезде мен өзімді басқара алмаймын, сол кезде мен қалай жасаймын деген тәрізді бір шашыраңқы өзінің бір беймаза күйін байқайсың, клиенттің. И осындай күй сіздерде де болса, жаным ашып айтқым келеді, ондай сөзді ешқашанда өзіңіз туралы айтпаңыз. И ол на постоянной основе болмасын, прям бақылап жүріңіз да. Мен өзімді өзім басқара алмай кетемін, мен өз сезімдерімді сол кезде басқара алмаймын деген тәрізді. Мен әсер ете алмаймын деген тәрізді. Себебі біз сол сөзді айтып жүрген кезде бізде параллельный әлем бар. Жындар әлемі. Бізді басқаратын солар болатын болады. Шынымен де кейін кіруге доступ бересіз сол сөзіңіз арқылы. Немесе өміріңізде жүреді, сіздің өміріңізді хаосқа айналдырып, ібліс жүреді мына жақтан. То есть немесе адамдар, тіпті адамдардың өзі сізбен басқаратын болады. Адамдар сізге әсер ететін болады. Ол адам сіз туралы, бір адам сіз туралы жақсы ойласа, сіз жақсы адамсыз, бір адам сіз туралы жаман ойласа, сіз жаман адамға өзіңізді қиып жібересіз. Түсінесіз бе? Негізі кейде мынадай ситуацияларды байқаймын да, мысалы үшін бір адам бір адамға влиять етіп жақсы болды дейді ғой. Бір жағынан былай қарасам бір жақсы нәрсе сияқты, бірақ негізі адамның адамға влиять етуі де жаман. Себебі қалай сізді ол жақсы адамға айналдырса, солай ол сізді жаман адамға да айналдырып жіберуі мүмкін. Мысалы үшін жаңа қыз айтады да, сол жігітті кездестіргеннен бастап ол жақсы өзін сондай бір сұлу сезінді, жақсы сезінді, наоборот күшті жаққа өзгерді деген тәрізді. Енді ол жігітпен ажырасып жатса, ол мына жақтан өмірі дноға айналады, өзінің состояниясын құртады деген тәрізді. Бір жағынан өте жаман, былай қарасаң, исход, иә. То есть сіздермен біреу басқармас үшін айтпаңыз жаңағы сөздерді, мен өз-өзімді басқара алмай жатырмын деген сөзді. Оның орнына қайта мен саналы тұрғыда өз сезімдерімді, өзімнің эмоциямды, өзімнің ішкі халімді өзім басқарамын. Алла маған сондай күш қуат берді деген сөздерді көбірек айтыңыз.